бір кісімен бағана сөйлескем, сізге бір аманат алып келейін өз қолыммен дейді. Не әкелесіз десем, келген кезде көресіз деген ғой. Алып келіпті жаңа. Я в шоке, қыздар. Я просто в шоке. Қазір көрсетемін. Вообще в шокемін. Мен шоктамын, қыздар. Жаңа ғана, кіріп келдім үйге, таңертең звондады, ол кісі алып келем. Не алып келеді түсінбедім. Қолымен осы пакет беріп жатыр да, ішінен осы банканың іші көрініп қалды да, ойладым, бұл кісі маған огурцы алып келген ба, машалла деп қоямын да, ішімен қараңыздар. 100 теңге, 50 теңге, 200 теңгеден жиналған осындай көп тиын, даже ауырып невозможно көтеруге, бәлен килограмм, я не знаю сколько тут килограмм, өзіңіз санап аларсыз, ішінде қанша екенін білмеймін, бірақ 2 жыл жинаған осы ақшам деді, осы отбасыларға бергім келеді деді, мә деп, вообще шогымын, еще үйіме дейін үстіне алып келген ғой, Алла қаласа кен ортасынан бөліп, 2 отбасыға бөліп беремін, ол жағын уайымдамаңыз деп айттым, аманатты тапсырамын деп. Енді бұл кісіге Алла разы болсын, Алла тағала ол кісіге айтып жатырмын, ол айтты, не үшін беріп жатсыз десем, сауап қой, ақыретке сауап жинап жатырмын дейді. Мен айтам, Алла еселеп қайтарсын, иншалла ақыретте ертең осы Алла тағала сіз қалай банкаға жинадыңыз. Жаңа кісіге айттым, атымды атамай қойыңыз деді, Жомарт Жан дейін. Сол кісіге айттым, қалай банкаға өстіп сіз жинап, осыны садақа ретінде бердіңіз. Алла тағала сіздің де сауабыңызды дәл осылай ақыретте жинай берсін дедім да. Иншалла сол кезде өстіп өзіңізге Алла тапсыратын боласыз. Міне мынау сіздің сауабыңыз деп. Жалпы барлық садақа беріп жатқан адамдарға Алла разы болсын, Алладан еселеніп қайтсын. Осы алдыңғы 2023 жылға тек қана берекемен, ырыспен кіріңіздер. Алла разы болсын. Машалла. Бисмиллах деп, міне, бүгінгі командамен Айдынаға ашпаңдар. Шыдамайды. Үйінен жетіп кетті ғой Айдынаға. Зағаш стройкасы қалды жайына. Тиын санап отырмыз. Қазір қанша болғанын айтамыз, бәрін қосып. Ал, құрметті қазақ елі, міне қараңыздар, жаңа көз алдарыңызда банкіні ашып, өйткені берген Жомарт Жан өзі ішінде қанша екенін білмеймін деді. Одан кейін санадық, міне 200 теңгеліктер, 100 теңгеліктер, 50 теңгеліктер халықтың алдында ашып санадық. Ровно 159 мың теңге, мынаның бәрімен 159 мың теңге болды. Біз округлять етіп 160 мың дедік. 160 мыңды жаңағы 80 мыңнан 14-ші, 15-ші стойға бөліп беретін боламыз. Алладан еселеніп қайтсын, Алла разы болсын. Жалпы садақаға салып жатқан 2 жыл банкісін алып келіп, міне 160 мың теңге садақа беріп тұр. Алла разы болсын ол кісіге, Алладан еселеніп қайтсын.